Ассаламу алейкум. Араб тілінің грамматикасы бірінші сабақ. Кез келген тілді үйренуде әуелі кішкене сөздік қоры болу керек. Содан кейін грамматиканы үйренеді. Ендеше кеттік. Көріп тұрғандарыңыздай бірінші хәза аудармасы бұл. Яғни оның көпше түрі хәуләи. Яғни бұлар деген мағынаны береді. Араб тілінде ертегі және әйел тегі деген бар. Яғни хәза ертегіндегі сөздерге айтады. Хәза китабун, хәза қаламун. Олардың бәрі ертегіндегі сөздер. Ал енді хәуләи деген олар, бұлар деген, бұл болса хәуләи бұлар деген мағынаны береді. Мәсжид мешіт, мәсәжид мешіттер. Көріп тұрғанда ун деген белгі ол ағылшын тілінде ән деген белгісіз артикль бар ғой. Дәл сонымен сәйкес келеді. Мәсжидун бір мешіт, әйтеуір бір мешіт. Мәсәжиду мешіттер деген мағына.